Біздер бүгін to be өтеміз. To be дегеніміз ол быть, есть, находиться, являться деп аударуға орысша, қазақша болу, орналасу. Бір жерде болу, орналасу деген мағынаны білдіреді. To be бізде present simple жалғасы, осы шақтың жалғасы. Present simple дегеніміз осы шақ. Енді осының түрлерін айтайық. To be үшке бөлінеді бізде. Am және is және are. Енді қандай есімдіктер бізде осы am, is, are мен қолданады. I деген мен, ол am мен қолданады. He is деп қолданады. Он является, она является, оно является деп қолданады. He is, she is, it is деп айтамыз сонда. You are, we are, they are деп қолданады. Ты являешься, сен, біз, олар. Енді осыларға мысал келтіреміз. Мысалы, мен студентпін болса, I am a student. Немесе ол студент болса, жерде мен деп айттық. Енді ол деген бізде he, да? He-ге баға айтамыз. He is a student. Осындай кезде біздер өзінің астындағы тұрған формулаларын қолданамыз. Мысалы, I is деп айтпаймыз, немесе he am деп айтпаймыз, немесе I are деп айтпаймыз. Әрбіреуін өзінің орнымен қолданамыз. Мысалы, they are students. Олар студенттер. Сондай кезде де жазамыз. Сондай кезде де біздер are-ны to be-ді қолданамыз. They are students. Они являются студентами. Сонда сонда являться деген сөз болғандықтан біздер to be-ді қолданамыз. Осы are-ды қолданамыз. Енді келесі сөзді аламыз. Егер мынау түсінікті болса, түсініксіз болса айналдырып тағы қарауға болады. Түсінікті болса, келесі мысал жазайық. Сильный, мықты деген сөзді алайықшы. Мысалы, мен мықтымын болса, I am strong. Мен мықтымын. Немесе сен мықтысың болса, қалай айтамыз? You are strong. Біз мықтымыз болса, қалай айтамыз? Біз деген we. Сонда we are strong. Және ол мықты болса, қызға айтсақ, она сильная болса, she is strong. Осылай to be-ді қолданып біздер сөйлемді байланыстырамыз. To be ешқашан етістікпен қолданбайды. Тағы да айта кетсек. Енді келесі бізде көп адамдардың қателесетіні бір етістік алайықшы. Мысалы, жүзу, да? Жүзу, мынаны кетем, егер түсінікті болса. Жүзу деген бізде swim. Мысалы, мен жүземін болса, адамдар көбінесе осы to be-ді қателесіп, етістікпен қолданып қояды. I am swim деген қате. Ондай айтылмайды, ондай дұрыс емес. Сондықтан біздер ешқашан to be-ді етістікпен қолданбаймыз. Енді басқа мысалдар келтірейік. Мен Қазақстаннамын деп айтайық. Келесі мысал. Я с Казахстана. Я являюсь с Казахстана деген мағынада. Сондықтан I am from Kazakhstan деп айтамыз. Енді
Он из Казахстана болса, he is from Kazakhstan деп айтамыз. Немесе они с Казахстана болса, they are from Kazakhstan деп айтамыз. Енді бізде келесі мысал талдайтынымыз бізде дұрыс деген правильный. Мысалы, мен дұрыспын болса қалай айтамыз? Мен дұрыспын деген I am right. Сенікі дұрыс болса you are right. Немесе олардікі дұрыс болса they are right. Енді мағадан бері дұрыс болымды сөйлемдерді айтып жатырмыз. Енді болымсыға келтірейікші. Мысалы, осындай кезде осыны пайдаланып, менікі дұрыс емес болса қалай айтамыз? Бұл жерде қиын емес. Бұл жерде менікі дұрыс емес болса I am not right деп notты тек жауға саламыз ортасына. Бұл жерде солай осы сөйлемдерді болымсыз қалатын болсақ, сенікі дұрыс емес болса you are not right деп айта саламыз. Қиын емес. Мысалы, олардікі дұрыс, олардікі дұрыс, ал олардікі дұрыс емес болса they are right, олардікі дұрыс, олардікі дұрыс емес болса they are not right болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Сол сөздің алдына тек нотты қоя саламыз. Сол сияқты барлық төбеде осы болымсыз қалатын болсақ, нотты алдына қойып мысалдар келтіре беру керекпіз. Неғұрым көп мысалдар келтірсек, соғырым тезірек бізде автоматқа айналады. Сөйлеген кезде ұмытпай, көп кідірмей тез айта саламыз. Ұзын деген сөзді қайықшы келесі мысал. Ұзын деген бізде tall. Сонда сен ұзынсың болса you are tall деп айтамыз. Енді сен ұзын емессің болса қалай айтамыз? Сен ұзын емессің, you are not tall. Сол сияқты. Тағы да басқа мысал келтірейік. Тез дегенде келтірейікші енді. Он быстрый болса he is fast. Он быстрый, he is fast. Он не быстрый болса he is not fast. Сол сияқты умный. Умный деген сөзді алайық. Ақылды деген. Мен ақылдымын болса I am smart. Ол ақылды болса қызда, ана умная болса she is smart. Енді I am smart, мен ақылдымын, мен ақылды емеспін болса I am not smart. Ана не умная болса she is not smart деп ордан нот қойып болымсыз қылып айта береміз. Соңғы тағы бір мысал келтірейік. Олар жай болса they are slow. Олар жай. Енді олар жай еместі қалай айтар едік? Олар жай емес болса they are not slow. Сол сияқты тек бұл жерде орындарын шатастырмау керек. Мысалы I мен am қолданады, he, she мен is қолданады, you, we, they мен are қолданады. Осылар жаттап алсақ болды. Тек сын есімдерді білеміз и орындарын келтіріп тек сын есімдерді қоя береміз. Сын есімдері деген smart, ақылды, тез, ұзын деген сөздер. Осындай кезде біздер төбейді қолданамыз. Тағы бір төбейдің қолданатын тағы бір мағынасы, тағы бір мағына қолданатын жері бір жерде орналасу. Орналасу деген находиться, да? Мысалы, она в парке болса she is
in the park деп айтамыз. Ана не в парке болса айтамыз. Ана не в парке болса she is not жай жалғай саламыз мынағыдай she is not in the park. Сол сияқты кете береді. Они в Америке болса айтамыз. Олар Америкада болса they are in America. Олар Америкада емес болса they are not in America. Сол сияқты not қоя береміз. Болды. Осындай кезде бізде to be қолданып тұр. To be мен жүреміз де are деген аудармасы. Енді достар, егер бәрі түсінікті болса, маған кері байланыс жасай қойыңыздар. Қаншалықты түсінікті, қаншалықты пайдалы, өйткені сіздерге пайдалы болған маған жақсы. Сіздерге қызықты да өздеріңізге алда уақытта жұмыста немесе сөйлеу керек кезде тағы қандай пайдалы нәрселер қажет, соны маған комментарийға жаза отырыңыздар.